Бір нәрсе жеп қойсам керек. Ауруханадағы әжейдің монологы. Ханым, қысқа көйлек киген ханым, терапевтке менен кейін кіресіз. Мен ана қызыл жемпір кигеннің артынан болам. Бұл жерге тағы сары бас киім киген кезекке тұрған кетіп қалды. Мәңгілікке кетті. О дүниеге. Уайымдамаңыз, мұнда тез қабылдайды. Уақытты созып қайтеді, білері шамалы ғана. Мәселен, менің ана кезде мұрным пышылдап, бір нәрсе жеп қойсам керек, дәрігер болса маған 3 тиындық тамызық жазып берді. Мынадай шиша, өліп кетейін, оған таза судан басқа не құюға болады? Бағасына қарай салыстыратын болсақ, трамвай билетін мұрныңа тыққанмен тең. Міне олар осылай емдейді. Кешіріңіз, өзіңіз қандай аурумен келіп тұрсыз? Басым ауырып тұр. Бір нәрсе жеп қойғансыз ғой. Иә, баспен қалжыңдасуға болмайды. Оның ішінде ми бар емес пе? Не жазып берді сізге? Не салу? Қай жеріңізге? Ана жерге? Ал енді маған айтыңызшы, оның ана жермен қандай қатысы бар? Бас қайда, ана жер қайда? Міне олар осылай емдейді. Өздері институт бітірген. Бастың қайда, ненің қайда екенін білмейді, сөйтіп оқыған. Бірде көз дәрігеріне келгем. Көзім ауырып бір нәрсе жеп қойсам керек, оныңыз тіптен сауатсыз екен, оқи білмейді. Мынау қайарып. Ал мынау ше деп сұрай берді. Сауатсыздығы былай қойыңыз. Өзі барып тұрған жауыз екен. Көру қабілетіңізбен сізге -1 керек дейді, -1 дейді. Өзімде бар болған 2 ақ көз. Біреуін алып тастаса не болмақ? Ой, оларды қойыңызшы. Көзіңді ашып жұмғанша көзіңді шұқып алуға дайын тұр. Әй, медицина. Ананы қараңыз. Келе жатқанды танымайсыз ба? Қалайша? Барып тұрған арсыз. Өзі 3 жерде жұмыс істейді. 3 жерде. Құлақ, мұрын, ауыз. Әрине қайсы біріне жетеді дейсіз. Таңертең соған кіргем. Тағы бір нәрсе жеп қойсам керек, тіпті ішімді де тексерген жоқ. Мен оған, дәрігер, менің ауруым өте күрделі. Бір құлағымда Пугачева айқайлайды. Бір құлағымда Киркиров. Ол болса, әжей, сіз саусыз. Тек үйіңіздегілердің дауысы тым қатты. Құлағыңызға мақта тығып жүріңіз. Осындайды естіп пе едіңіз? Құлақты емдегеннің орнына құлағымды бүтеуді ұсынды. Сіз саусыз дейді. Мен сонда кезекте 40 минут үйге ешбір аурусыз қайту үшін отырыппын ба? Не дейсіз? Сізге бар ықыласымен қарады дейсіз бе? Сипалады. Таңырқайтындай не бар? Сіз әйел адамсыз. Оның үстіне менен қанша жасқа жассыз. Сипалағаннан не пайда? Бізді адам құрлы көрмейді. Сипап барып қолдарын жуады. Мысық ұстағандай. Ішек құртынан қорқатын шығар. Ал ана жындыда болып па едіңіз? Қалайша? Мен бірде жүйкем ауырып барғам. Иә, бір нәрсе жеп қойсам керек, аяғымды балғамен ұра бастады. Оның ойын білем. Ендігі гәрі оған келе алмас үшін сіз болсаңыз сенбейсіңіз. Қызыл жемпірлі немен ауыратын сұрамадыңыз ба? Келіншек, кешіріңіз, сіздің қай жеріңіз ауырады? Аяғыңыз ба? Бір нәрсе жеп қойған шығарсыз. Рентген? Жоқ, рентген еш нәрсе көрсете алмайды. Бізде рентгенді қалай жасайды? Тас қараңғыда. Не көре алады дейсіз? Солай, бізге шам жағуды қимайды ғой. Менде бір рет аяғым ауырып келгем. Менің оқиғам мынадай. 36-шы аяқ киімді кисем, аяғымды қыса береді. Бір нәрсе жеп қойсам керек, ешкім ештеңе таба алмайды. Аяғымды қысады да тұрады. Не дейсіз? Жоқ, мен негізінде 39-шы өлшемді кием. Ақшам тек 36-ға жеткен. Содан соны ала салдым.
Мен әлгі дәрігерлерге аяғымды 3 өлшемге кішірейтетін дәрі беріңіз десем, бізде қайдан болсын деп жауап берді. Шетелде аяқты арықтататын дәрі бар шығар енді. Бізде қайдан болсын, маған қайным айтып берген. Өзі дәрігерлік салада, емханада сыртқы киімдерді алып береді. Маған айтқаны бар еді. Бізде жаңа дәрі шығарса, оны тышқанға беріп тексереді. Егер мерт болмаса, демек бізге де жақсы. Бірақ айтыңызшы, бас ауруынан пирамидон дәрісін тышқанға берсе, басының жазылғанын қайдан білеміз? Ол сізге айтады дейсіз бе? Иә, мәселе сонда. Сондықтан да ханымдар, таңырқанбаңыздар. Қояндарға шөп беріп, осының негізінде бізге де пайдалы деп шығарады. Сол шөпті енді қоян құлақ болғанша жей бер. Өзім радикулитпен келіп тұрмын. Бір нәрсе жеп қойсам керек. Жоқ, маған бір халықтық емді айтқан. Таң сәріде кішкентай балаң кеп, беліңді бассын деп. Бірақ менің балам Танюша 42-де. Күйеуімен Хабаровскіде тұрады. Оның үстіне өзі 6 батпан. Мені мұжып өлтіреді емес пе? Сол үшін осында келіп тұрмын. Біздің терапевт келе жатыр. Сәлеметсіз бе, Галина Степановна? Көрдіңіздер ме? Менімен амандаспайды. Ашулы, бір нәрсе жеп қойса керек.